Сәлеметсіздер ме менің YouTube көрермендерім. Бүгін қазір түсірейін деп жатқан таро жорамал бұл қыз бен жігітке арналады. Яғни бір-бірінің қарым-қатынасы туралы көретін боламыз. Бұл общий расклад. Егер де жеке аштырам десеңіздер, хабарласыңыздар. Жекеде қабылдаймын. Ойларыңызда жүрген сұрақтар болса, соның жауабын алыңыздар деп айтқым келеді. Бірінші жігітті тауып алайық. Жігіттің мінезі қандай екен барлығын айтатын боламын. Сізді таптық. Бірінші мінезіне қарап кетемін. Жігітімізді тауып алайық. Жігіт. Бірінші жігітке келетін болсақ, бұл жерде ажырасқан болуы да мүмкін. Міне шаңырақ шайқаулы, өзі сондай сабырлы жігіт десем де болады. Бұл жерде мына екі адам башняда жарылып жатыр, құлап жатыр, көрініп тұрған болса, бұл жерде ажырасуы мүмкін. Яғни шаршаған, жаңағы отбасылық өмірде алдау болған, өзінің өмірінде сондай жалғызбасты еркек болуы мүмкін. Ал сізге келетін болсақ, жұмысы бар, іште өзінің переживаниясы бар, уайым бар. Жаңағыдай көп өтірік айтпаса да, бір өтірік айтатын кездері болады. Бұл жерде бала шағасы болуы да мүмкін, өйткені шаңырақ тұр да. Болмаса бұл әйел күйеуі бар, отбасылы, сондай әйел десем де болады. Өзінің семьясы бар деген сияқты. Енді бұл жігітті көрейік. Екеулеріңіздің араларыңызда сезім бар ма, көрейік. Тағы да айта кетем, бұл общий расклад. Араларыңызда сезім бар ма? Жаралы сезім деп айтсам да болады. Бұл жерде басында бір қатты қызығушылық болған, қазіргі таңда кішкене сіздің жүрегіңіз бұл жігітке деген жаралы болып тұр. Жол жабық, махаббатқа деген кішкене үзіліс болып тұр. Мына жерде су сапырып тұр, екі чаша. Бұл жерде кішкене үзіліс, бұл қарым-қатынаста уақыт деген сияқты болып тұр. Өзіңіз хабарласқыңыз келіп тұрады, бірақ ешқандай жол жоқ. Мына жерде махаббатқа жол жоқ. Бұл махаббатқа деген жол жабық десем де болады. Жігіт хабарласа бермейді көбінесе. Бұл жерде сіз күтесіз, тек қана уақыт өтіп жатыр. Ары қарай не болатынын көрейік. Бұл жерде кездесу, одан кейін жоқ болып кету. Бұл жерде жігіт сабырлы болғанмен, бұның бірақ артында да сөз бар. Сондай бір кесіп айта алатын, сондай мінезде бар негізі. Шорт кететін мінезі бар. Бұл жерде бірге болуға кедергі бар. Яғни сіздің балаңыз болуы мүмкін, жаңағыдай күйеуіңіз болуы мүмкін. Сонда сол кедергі негізі бірге болуға. Бұл жерде жігіт алимент төлеуі мүмкін. Бұл жерде сот, яғни тараз түсіп тұр. Бұл жерде көбінесе ойлау бар сізді, жаңа нәрсені көріп тұрған жоқ, ескі нәрсеге қарап тұр. Яғни сізді көп ойлайды. Енді мына жерде қаражат мәселесіне келетін болсақ, бұл жігіт сондай қарыз төлеуі мүмкін, соған бір кішкене қашан бітеді бұл қарыз деген сияқты, кішкене сондай ойлау үстінде. Ары қарай не болатынын көрейік. Бұл жерде жігіт бұл қарым-қатынаста ештеңе істей алмайды, тек қана күтіп тұр.
болашағына деген бала шағаларын ойлайды. Баласы бар десем де болады. Бұл еркектің, ер азаматтың. Өйткені бұл жерде тек қана соны ойлап тұр. Міне болашағына деген алаңдаушылық бар. Өзінің отбасына жаңағыдай ажырасқан болса да өзінің отбасын ойлау үстінде. Енді соңғысын көрейік. Сіз туралы не ойлайды? Ары қарай не болады? Бұл жерде бұл жігіттің де жаман қасиеті бар. Басы жаңағыдай дуа болуы мүмкін, сондай бір дьявол деген карта түсті. Енді ары қарай не болады? Сіз туралы не ойлайды дедім ғой, бағана сұрақ қойдым. Бұл жерде сіз туралы қаражат мәселесінен кішкене қиналады, бірақ жұмысы бар, барлық нәрсені өз қолында істей алады деген сияқты сондай позицияда бұл жігіт. Енді бұл жігіттің қолынан бір іс келетін, болмаса бір өнер бар деген сияқты. Енді бұл жерде жаңа айтып кеткендей, басы кішкене таза емес, әйелі істеуі мүмкін. Бұл сізге сәйкес келмесе бұл расклад, келесі жаңадан тағы салам расклад. Егерде сіздер қандай сұрақтарыңыз болса, қандай мәселе болса, соны жазып кетсеңіздер болады, комментария жазсаңыздар болады. Мен сол комментарияны оқимын и сол тақырыпты алып расклад түсірем. Егерде бұл сәйкес келмесе, онда бұл сіздің раскладыңыз емес. Егерде сұрақтарыңыз болса, WhatsApp номерімді жазып қалдыратын боламын. Хабарласыңыздар, мен сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.